Бұл салат міндетті түрде сізде салаттар тізімінде болуы керек. Дәруменге бай, пайдалы, өте дәмді болып шығатын салаттардың бірі. Жасалу жолына да көп уақытыңыз кетпейді. Ең әуелі гүлді қырыққабат пен брокколиді дәл осылай сабағынан ажыратып бөлшектеп аламыз да қайнап тұрған ыстық суда шамамен 3 минуттай пісіріп аламыз. Екеуін ыстық суда көп пісіріп қойсаңыз, жегенде қытырлап тұрмайды, жұмсарып кететін болады. Сондықтан да 3 минут жеткілікті. Қиярды видеодағыдай 3 бұрыштылап турап аласыз және қызанақтарымызды да турап шығамыз. Менде үлкен қызанақтар, черри қызанақтарын қолдансаңыз өте әдемі көрінеді. Әрине, болмаса осындай үлкен қызанақтар да жарай береді. Әрі қарай жұмыртқаны да дәл видеодағыдай турап қосып шығамыз. Бөдененің де жұмыртқасын қоссаңыз болады. Енді корнишондарды видеодағыдай ортасынан бөліп шығамыз да барлығын бір ыдысқа саламыз. Жаңағы суда пісіріп алған брокколиіміз бен гүлді қырыққабатымызды суытып, оларды да салып, үстінен сарымсақты езіп, немесе сақтап турап, оның үстінен майонез қойып, дәміне қарай тұз бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің ерекше салатымыз дайын. Бізге ас болсын.